Ассаламу алейкум достар, тағы да мен қазір сәл күте тұрайық. Бүгінгі көтерілетін тақырып барлық нәрсенің сапасын арттыру. Барлық дүниенің сапасын арттыру. Осы тақырыпта әңгіме болады, өте пайдасы болады деп ойлаймын. Себебі бұл өте керемет дүние, яғни өмірдегі сапаны өсіру, даналық жолына түсу дегендегі менің негізгі концепцияларымның бірі. Шәкірттеріме үйретіп жатқан екінші топтағыларға бәріне тапсырма беріп, солай жұмыс жасап жатырмыз. Соны қазір күте тұрайық. Негізгі мен чатқа жазып жіберейін достар, бір секунд сәл шыдай тұрыңыздар, иншалла. Барлық нәрседе, ереке, қалайсыз? Ассаламағалейкум. Барлық нәрседе сапаны арттыру. Осы бойынша әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Бұл дегеніміз не? Мысалы, дамудың ең үздік формуласы деген біз сабақ өттік. Соның 9 бөлімді бізде тегін сабағы бар. Ютубта. Сол жерде айттық біраз нәрсені. Енді мен о жерде жалпы концепция ретінде бұл қазіргі айтатын бұл ұсынған жоқпын. Бұны өзім практиковать етіп жүрмін. Барлық нәрседе сапаны арттыру деген. Барлық нәрседе сапаны арттыру. Ол дегеніміз не? Сенің жалпы таңнан кешке дейінгі өмір сүріп жатқан, өзіңнің таңнан кешке дейін өмір сүріп жатсың ғой. Қалайсыздар? Сапаны арттыру керек барлық нәрседе, сапаны. Ол дегеніміз былай, сен таңертең тұрасың. Күнде ұйқыңды бірінші не істейміз біз? Кешке жатудан бастап, қайта ұйықтаудан таңға дейін. Таңнан кешке дейін. Таңертең ұйқыға жататын кезде, достар, қараңыздар, таңертең сен ұйқыға жатасың, дұрыс па? Сен кешке ұйқыға ұйықтайсың. Сол кезде сен ұйықтаған кезде просто жатып кәне ұйықтамай сапаны арттырамыз. Қалай? Оны енді былай айтқанда қарапайым нәрсе, бірақ өте керемет көмектеседі. Мысалы, мен ұйықтағанда не істеймін? Кешке жатам, жата қалған кезде ұйықтағанша кішкене мысалы Құран тыңдауым мүмкін, салауат тыңдаймын, содан кейін барып медитация тыңдаймын. Ұйқының алдында солай ұйқыға просто жай жатқанда сен жата салысымен бәрібір қор ете түсетін адам бар ма? Мысалы, сен ұйқыға жастыққа басыңды қойғаннан кейін там бір минут, 2 минуттан кейін ұйықтап кететін адамдар өте аз. Ондай адамдар бар. Көбіміз жатамыз, қиялдап, арманымызды ойлап, мәселелерімізді ойлап, ана проблема, мына проблема, жаңа бір идеялар келіп, мен өзім сондаймын. Біраз уақыт ұйықтағанға дейін ояу жатамыз. Мысалы, мен бір жарты сағат, мүмкін кейде 1 сағатқа дейін ұйықтай алмай жататыным бар. Көп нәрселерім пландап, бір идеялар келіп қалады, тұранда оны жазам. Енді не істеймін? Мен бәрібір ұйықтағанға дейін 1 сағаттай уақытым босқа жатады екен. Мен не істеймін? Аламда медитация жасаймын, аудио кітап тыңдаймын, аудио кітапты тыңдап жатып, ақырын ұйықтап кетуім де мүмкін. Плюс мен не істеймін? Басында өзімнің денемді босатып, медитация жасаймын, былай айтқан кезде содан Құран аяттарын тыңдаймын деген сияқты. Сол арқылы менің өзім жаңағы неше түрлі нәрсені ойлап тұрған қалыбым, неше түрлі ойым жан-жаққа кетіп ұйықтатпай тұрған нәрсенің бәрі тынышталады да. Тынышталады. Қатып жатыр ма? Сізде қатып жатқан шығар, меніңше. Қатып жатыр ма не? Айжан камера былай жатқаннан бастап түсіндіңіздер ғой да, идеяны түсіндіңіздер. Яғни жатқанда солай ұйықтаймын. Енді мен не істеймін? Күнде мен бұрында 7-де 6-да тұрып жүретін болсам, мысалы 4:30-да, 5-те, мысалда максимум 5:30-да деген сияқты таңертең ерте тұруымды не істеймін? Көбейте бастаймын. Яғни қысқарта бастаймын. Бұрын қанша мысалы 8-де тұрып жүрсеңіздер, 7-де тұрыңыздар, ақырын қысқартыңыздар. Ең тиімдісі 4:30-5 деген негізі жақсы. Енді шынымен өзіңізді қолға алып жүретін болсаңыз. Келесі таңертең тұрғаннан кейін мысалы шай тамақ ішесің, шай тамақ ішесің, тұра салысыменен таңертең тұрасың да жаттығу жасайсың, мысалы бірден таңертең тұра салысыменен ешқандай дәретханаға бармай, беті қолыңды жумай, бірден барып менде әдет су ішемін. 2 стакан кемінде су ішіп аламын. Отырып су ішемін. Міндетті түрде аш қарынға кәдімгідей отырып су ішеміз.
таңертең ерте тұрғаннан кейін, мысалы ораза болмасаңыз барып су ішесіз таңертең ерте. Одан кейін барып сіз не істейсіз? Дәретханаға кіресіз. Дәретханаға просто жай кіре салмау. Дәретханаға кіріп жуынып шықтың, ол тазалық жақсы, дәрет алдың, басқа да тірлік істедің. Дәретханаға кірген кезде сен не істейсің? Белгілі бір айтылатын, мысалы сіз мұсылман болсаңыз, мысалы практиковать етіп жүрген бір дұғаны айтып кіресіз, шыққан кезде мысалы ғуфранака деп шығасыз деген сияқты. Мысалы сен не істейсің? Бұл жерде сен не істейсің? Соны айтқаның үшін сауап аласың. Сен просто сен дәретханаға кіріп тірлігіңді істеп шықпадың. Сен дәретханаға кіріп шыққанның өзінде Аллахтың әмірін орындайсың да, дәретханаға кіріп шыққанның өзінде әмірін орындайсың. Жуынып жатқан кезде сен белгілі дұғаларды айтып, бисмиллахыңды айтып, бетіңді қолыңды жуасың, бетіңді шүрет, қолыңды шүрет деген сияқты. Ол түсінікті. Жарайды, шықтық, енді дәретімізді алып шықтық, тамаққа отырамыз. Тамаққа отырғаннан кейін бисмилля деп жейсің, оң қолмен жейсің, ол түсінікті. Енді мысалы ораза ай келе жатыр, мен сол көбірек айтайын. Енді шай тамақ ішіп отырған кезде мен не істейміз? Мысалы шай ішіп отырған кезде өзіңнің әйеліңдер келеді. Просто қалыпты ел қатарлы просто шайды сораптап ішіп, әңгімені айтып, мынаны айтып, там қарның қамын жасап тұрып кету емес. Отырасың, сенде қалыптасқан, мен дастарханда отырғанда мен мынандай дүниені дастархан басында істеймін деген сенің дастархан басында отырған істейтін стандарттарың болу керек. Бұны әркім өзі таңдап қойсын. Мысалы мен Құлкерімдегі ағам дастархан басында кәдімгідей жаза қолданады. Бала шағасы там телефон ұстаса, сөйлессе деген сияқты. Бірақ мен өкінішке орай дастарханда да телефонды қолданам көбінесе. Аудио кітабын тыңдап отырам деген сияқты. Бірақ енді қараңыз, дастархан басында батаңды жасайсың, бата қайрасың, ол түсінікті. Енді сіз не істейсіз? Дастархан басында отырған кезде, өзіңнің бала шағаңа тәрбие бересің. Балаға айтам, оң қолыңмен же, мына қолыңмен бисмилля деп жеу керек. Содан дастарханда отырған кезде мен қыздарыма жақсы сөздер айтамын. Сен чемпион боласың, сен кереметсің, сен бай боласың, ауқатты боласың, ел азаматы боласың. Папа, осылай. Әйеліңді еркелейсің, әйелің бетінен сүй, мысалы деген сияқты. Әйеліңе чайды құйып отырған кезде жақсы сөздер айт, мысалы, допустим, мен өзім лишнелеріме қатты нетпей қойын, жалпы ақырын осындай нәрселерге мен мән беріп келе жатырмын. Түсіндіңіздер ме? Мен шай ішіп болдым, соответственно, мен жай ғана шай ішкен. Бұрында, мысалы, ойыңа келмейді. Шай ішіп отырғанда осы шай ішуді бір пайдалырақ өткізейін деген. Бірақ енді дамушы адам болғаннан кейін әрбір нәрседе дамысаң, мына әскерде бір керемет сөз бар, сен мықты генерал болғың келсе, сен төсегіңді жина деген. Сол сияқты төсегіңді дұрыс жинаудан бастап, таңертең мысалы оны қайтадан төсекке ұйықтардағы мәселеге дейін осындай өзіңіз бір стандарттар қойсаңыз, ақырын кішкентайдан сіздің өміріңізде, былай айтқан кезде кәсібіңізде, мен бүгін бір нәрсе айттым, отбасын қалай басқарасың, отбасыңда кімсің, бизнесіңде де сондай екен негізі. Отбасында сен семьяңмен берекең жоқ болса, бизнесіңде берекең болмайды, кәсібіңде де береке болмайды. Отбасыңды қалай басқарасың, сен өзіңнің командаңды солай басқарасың деген сөз. Бұл сөзсіз, өйткені отбасында негізгі фундамент қаланады. Сондықтан шай ішіп отырып не істейміз? Мысалы, шай ішіп отырып өлең. Мысалы, шай ішіп отырған кезде, мысалы, мен басқа кезде, мысалы, мен жұмыс істеп отырамын. Шай ішкен кезде, дастархан басында отырған кезде біздің төртеуміздің басымыз қосылады. Әйелімнің, екі қызымның, допустим. Енді басқа уақытта мен не істеймін? Арасында менің стандартым бар. 2 сағат баланы ойнату деген. 2 сағат баламен ойнатым. Өмірлік, күндік стандартым. Мен сабақ үйреттім, мысалы, күндік жоспарлар бар, істейтін дік жазу тұрады. Екіншісінде не болып тұрады? Күндік стандарт. Күнде мен осы нәрсені істемей ұйқыға кетпеймін. Вообще нельзя, понимаете? Ол жерде жаңағы Құран оқу, мысалы, 30 минут Құран оқу, зікір салу деген сияқты мысал айтып жатырмын. Кітап оқу міндетті түрде, содан кейін сабақты көру, тікелей эфирге шығу деген сияқты күнделікті істелмей ұйықталмайды. Кітап жазып жүрсем, күніне 5 бет кітап жазбай, 5 бет парақ жазбай ұйықтамаймын. Яғни күндік стандарт күнде орындалған сайын мен арман мақсатыма міне кірпіш сияқты чак ақырын қарыс қадаммен жақындай беремін. Сөйтіп айлық план орындалады, жылдық план орындалады, өмірлік план орындалады да, бір күнің қалай өтеді, өмірің солай өтеді деген әңгіме осы. Енді айтайын деп жатқаным, енді осы бір күннің сапасын өсіру керек та, түсіндіңіздер ме? Енді шайда отырмын, жаңа дәретханаға кіргеннен бастап айттым ғой, дұға айтып кірдің, дұға айтып шықтың, просто сен жуынып қана шыққан жоқсың. Алланың алдында сауап жинап кеттің де, сен шыққан кіргеніңнен дәретханаға.
енді мысалы детально. Тіпті бір адамдар мысалы жаңағы дүнияви білім беретін әртүрлі бір даже кітап қойып болады. Мысалы айтқанада отырып қарауға. Бірақ дінімізде оған енді рұқсат етеді. Мысалы енді не істейміз? Шай ішіп отырған кезде, допустим, балаларыңызға, допустим, өлең жаттаттыңыздар, Құранның аятын, хадис жаттаттыңыздар ма, шай ішіп отырған кезде соны сұрау. Мысалы, қанекей қызым айтып жүрші, мысалы, жаңағы тақпаға жаттадың ба, мысалы, қасқырты қақпанға жортып келе жатқанда деп, мысалы, сол сияқты мысалы айтып отырмын. Шайдың басында отырып, екеуінің бір жаттаған мақалын, өлеңін қайталатып жібересің. И шай ішіп отырған кезде, мысалы, тағы да бір нәрсені үйретіп жібересің. Мақалды, қызым, мынандай, нанға байланысты осындай мәтел бар, осындай өнегелі нәрсе бар деген сияқты нәрселерді. Неге? Себебі, қараңыз, мен жұмыста болам түс кезінде. Қазір карантин кезінің өзінде мен өз кабинетімде есікті жауып алып жұмыс істеп отырам, мысалы, жұмыс жасап отырам. Шай ішуге келген кезде обед, таңғы тамақ, кешкі тамақ деген сияқты шайдың кезінде біз бәріміз жиналамыз да, көрдіңіздер ме? Сол кезде пайдалану керек. Ақиқатында сен үйде көп отыруың мүмкін, бірақ ақиқатында сен семьяңмен бірге болмауың мүмкін да. Шабытыңыз келмесе де жаза бересіз бе дейді. Негізі жаза берем, негізі шабыт келмесе де жаза береді екенмін. Негізі бұрында бірақ шабыт келсе деп ойлайтынмын. Қазір былай айтқан кезде мынандай нәрсемен қараймын. Мысалы, мен сабақта үйреттім оны шәкірттеріме, қазір екінші топтағыларда тапсырма беріп отырмын. Мынандай нәрсе бар. Сенің арман мақсатың бар. Мысалы, Арманжан Шеризат. Ареке, қалайсыз? Досым, қалың қалай? Ареке, арамызда Арман Шеризат деген менің бір керемет досым бар. Бала кезде абай оқуының жаңағы өлеңдерін жатқа оқып, Семейден орын алғанда деп бір мақтанып айтып жүрген кездегі жүргізуші болған жігіт. Керемет, қазір соңғы будың әйгілі ақындарының бірі. Осы Арман мырза бар, мысалы, допустим, өлеңді шабыт келгенде жазасыз ба, бересіз ба дейді. Жалпы жазуды. Мынандай нәрсені қойдық, қазір мен енді шығармашылықты жазуды тоқтатқан жоқпын, бірақ көп нәрседе мен қазір кәсіби дүниелер жазуымда. Сетевой маркетингтің лидерларына, сетевой бизнеспен айналысатын адамдарға арналған кітап жазып бітірдім. И енді мен орысша, ағылшынша деген сияқты аударту процестеріне кірісейін деп жатырмын. Студенттердің өмірін тиімді өткізуге байланысты кітап бастап жазылып жатыр. Дамудың ең үздік формуласы деген кітап. Бұның бәрі функциональный кітаптар. Оқып қиялдайтын емес. Оқып аласың да пайдаға асырасың. Яғни сен адам ретінде табиға іштей және сырттай өсесің, ақшаң да өседі, адамгершілігің де өседі, басқа дүниелер деген сияқты. Бұндай тақырыптарда өлең жазған, әңгіме, пьеса дейді ғой, шығармашылықтан гөрі одан қатқан ақыл көбірек керек та. Яғни мынандай концепция. Мына нәрсені маған жасау керек па, керек емес па деген. Егер де мен мына 5 бет бүгін жазбасам, болмайды. Мысалы, менің ұйқым кеп тұрау, былай айтқан кезде жалқауранып тұрым, ертең жаза салайын емес. Керісінше, бұл маған надо просто. Салтанат қызықтырмайды сенің шаршап тұрғаның, сенің былай айтқан кезде жаңағы ұйқың кеп тұрғаны қызықтырмайды екен. Сен отырасың да просто бұл саған керек. Мысалы, мен қағазбастылық жек көрем кәсіптерімде, мысалы, қағазбастылық керек. Ал мен қағазбастылықты жек көрем. Бірақ амал жоқ, жасау керек. Ол болмаса, одан да үлкен каша келеді. Менің шабытым келмей тұр, мен жалқауранып тұрмын, шаршап тұрмын, ертең істейін дейтін болсаң, сен өзіңді өзің алға емес, артқа лақтырасың да, артқа лақтырасың. Сен солай істегенің, сол кездегі шаршағаның түк емес ертең. Одан да көп сені шаршататын нәрселерге ұрындырады. Әсіресе бизнес саласында. Енді не істейміз сол үшін? Просто біз надо, просто, понимаете, это надо делать. Все, қызықтырмайды маған. Мынау мені арманыма жеткізуге керек нәрсе ма? Күніне 5 бет. Мен 55 кітап қалдырғым келеді артымда. Енді сен оған жету үшін, сол арманыңа жету үшін, просто бұл нәрсе надо саған салтанат. Сол үшін жазу керек. Болды, отыр да жаз, шаршап тұрсың. Ал мен сабақта айттым. Енді бүйтіп айту мүмкін. Енді адам шынымен шаршап тұрса қалай жазады деген. Өтірік әңгіме. Қанша жерден шаршап тұрсаң да, енді бар ғой, 110% деген концепцияны үйреттім ғой мен студенттеріме. Мысалы, сен адам өзіңді өзің таны деп жатырмыз ғой. Біз өзімізді білмейміз, Аллах қана жақсы біледі. Біздің күшіміз өте көп нәрсеге жетеді. Ана туралы айттым ғой. Баласын машина басып кетеді, машинаның астына баласы қалып кетеді, шоққа түскен ана 2 тонна машинаны көтереді да, астындағы баласын суырып алады. Ал логически ойлаған кезде ол 2 тонна машинаны, тем более әйел адам көтере алмайтын еді.
көтерді. Қандай ішімізде күш бар, түсіндіңіздер ме? Сондықтан не істейсің? Ойлайсың, 55 кітап салтанат, ертең оны жазсаң қаншама сауап, қаншама тірлік. Просто соны ойлайсың, отырасың, кірісесің, болды, шаршауың бәрі кетеді. И сенің басыңда ол күні бойы пісіп тұрған нәрсе ақырын жазып тастайсың. Мүмкін 5 бет, 6 бет, 10 бет кейде жазып тастайсың деген сияқты осындай нәрсе. Айтайын дегеніміз, бүгін тақырып түсіндіңіздер ғой, барлық нәрседе сапаны арттыру. Түсіндіңіздер ғой да? Қонаққа барған кезде де қандай сапаны арттырасыңдар, арттырасыздар. Мысалы, қонаққа барып, просто ішіп жеп қайту емес. Қонаққа барған кезде сенің стандартың болу керек. Сен әдетің айналып. Басында қиын, бірақ жазып қойыңыз. Арасында таңертең оқып отырасыздар. Мен студенттеріме тапсырма бердім бүгін. Күндік стандарттар деген бар. Сол жерде тұрады. Менің 100 артықшылығым, менің 100 кемшілігім. Күнде таңертең оны оқып отырасың. Сенің күндік жұмысыңда ол жазу тұрады. Таңертең ерте тұрасың, артықшылығыңды оқисың. О, мен кереметпін, сұлу жігітпін, қияқ мұртты жігітпін, білімім бар, достарым көп, мысалы 100 түрлі артықшылығың. И кемшіліктерің қаншама. Мысалы да, ол нәрсе сені ойландырады. Ол нәрсе саған шабыт береді. Өзіңді танисың, мысалы да. Содан кейін не істейсің? Енді сен өзіңнің қағидаларың, мысалы студенттерім айтын, қағидаларын жаз. Қағидаларым өліп бара жатса, мысалы өтірік айтпа. Осы сияқты 114 мысалы қағида менде, одан да көбейе береді. Мысалы кез келген істі бастағыңызда бисмилля деп айт. Көп ислам дінінен келу мүмкін, мысалы. Ашуланып тұрған кезде шешім қабылдама, қуанып тұрған кезде шешім қабылдама, салтанат. Бір үлкен шешім қабылдайтын кезде 3 күн ораза ұста. 3 күн ораза ұста, Құдайдан тіле, бұл дұрыс па, бұрыс па? Ал мен оған дейін бұрын қызбалықпен, давай, мынау күшті бизнес па, давай, жасаймыз дейміз. Қораға кіріп, қаншама қарызға кіріп кеттім мен. Қарызға кіріп, сондай мәселе болып кетті. Қызбалығымнан көрсе қызарлық. Шайтанның 2 түрлі қаруы бар деп сабақта айттым. Біреуі көрсе қызарлық, анандай фокусты шашырату. Сені алаңдату, ананы күшті қылып көрсету, мынаны күшті қылып көрсету, бұл шайтанның инструменті екен. Екінші, адамға қорқыныш. Мына нәрсені істесем, істей аламын ба, істей алмаймын ба деген сияқты қорқыныш нәрсе да. Сондықтан мен не істедім? Сол нәрсені стандартқа енгізіп тастадым. Күндік қағидаларыма өмірлік. Мен оны күнде оқимын. Өмірлік қағидаларым. Жазып алып оқимын. Не істеймін? Кез келген үлкен шешім қабылдарда 3 күн ораза ұстау. Мен бітті анау, мен оқымасам да, ол менің ана бір Абайдың баяғыда жаттаған өлеңдері сияқты менің көкірегімде ол нәрсе сайрап тұрады да. Олар менің көкірегімде сайрап тұрады. Болды, біреу маған ұсыныс жасай ма? Керемет ұсыныс па? Ойбай, керемет екен деп жабыса кетпеймін. 3 күн уақыт бер, бауырым, ойланайын, жауап беремін. Истихара оқисың, 3 күн ораза ұстайсың. 3 күн ораза ұстаған кезде мына лай су тұниды ғой. Мына басыңдағы нәрселер тұниды. Сол кезде сен шын мәнінде күшті ойланасың да, дұрыс шешім қабылдайсың. Ашуланып тұрған кезде шешім қабылдамау. Ашуланып тұрған кезде. Өте, мысалы, мен ашуланған кезде енді мінезім өте, менің чорт сондай адаммын негізі. Уникальный адам жоқ қой. Уникальный адамның уникальный қателігі бар дейді. Сол сияқты өзімнің қателіктерімді дізіп шығып, қателіктерімді түзеу үшін не істеймін дедім, соны өзімнің қағидама енгізіп қойдым да. Қағидама. Мен сіздерге көрсетейін, қазір мына ноутбуктан құр көпірген әңгіме болмасын. Мен сіздерге қазір мен шәкірттеріме көрсеткен бұл нәрсені. Терім білет. Мына жерде, мысалы, даналық жолы деген біздің сабағымыз, машалла сабақ, Қытайға дейін кетіп жатыр бұл сабақ қазір, Алла қаласа. Қазір қараңыз. Мысалы, жеке дейге, мысалы, жеке. Мына жерде, мысалы, менің артықшылықтарым, нелерім, мысалы, 100 артықшылығы, мысалы, менің қағидаларым деп есептейік, мысалы, сіздерге. Мен қағидаларым. Енді мен бұны күнде оқығаннан кейін, жаңағы сенің намаз оқиды сүрең сияқты сіңіп қалады да, сен сол нәрсеге пападай еткен кезде, менің қағидам бар ғой, мен оны бұзбауым керекпін деген сияқты да. Мысалы, міне, мен деп сөйлемеу. Мысалы, сразу мен бұны күнде осы қағидаларды оқып жүргеннен кейін бір жерде мен қатырдым, мен бүйттім, мен сөйттім дейтін болсам, салтанат, сенің қағидан ғой, қайдағы сен? Командамызбен, Аллахтың көмегімен істедік.
біз деп айт. Өзің жалғыз істесең де біз деп айт. Өйткені сенің қасыңда көмекшің сенің Алла. Сен екеуі жалғыз емессің. SMS хабар келгенде бірден жауап беру. Менің жаман әдетім. Мысалы, SMS келе ма WhatsApp'та? Көңіл күйім болмаса, мен оны ашып жауап хат жолдамаймын, жауап жазбайдым. Енді мен естедім оны. Адамдар кейде ренжиді, жауап жазбайсың, алло, анау мынау деген сияқты. Мен естедім, өзіме қағида қылып орнатып бастадым. SMS келе ма, бірден жауап жазам. Көрем, жауап жазам. Қандай болсын. Керек емес нәрселерге жоқ деп айтам. Всегда керек. Бұрын көңілшектік деген өте жаман. Мысалы, мен жоқ деп айта алмаймын да, өзімнің жұмысым қалып кетеді. Басқа біреулердің жұмысын істеп, көмектесіп жүремін да, өзім зардап шегемін. Өзім қарызға батып жүріп, елге қарыз берген кездер болды. Мысалы деймін да, адал ас ішу, мысалы, мен қағидам. Мысалы, бір ас адал келмей жататын болса, мен көрсем, бұл адал емес. Өйткені бұл нәрсе сізді жабады, біліміңізді есте сақтауға болатын өте. Мысалы, шайтанның екі қары қорқыныш міне азарт, босату және сан таза медитация, құлшылық, аяқталмаған істерден құтылу, қағидалар деген. Енді мысалы да, жауапкершілікті алмау, мысалы деген сияқты да, бір жауапкершілік келсе, ол жауапкершілікті бірден ала қоймау. Мысалы, мен жауапкершілікті ала беретінмін. Сол сияқты кредит алмау, ешқашан қызбалыққа салынбау. Ең жаман қасиеттерімнің бірі мынау да. Түсіндіңіздер ме? Уәде берме, уәде берсең орындау. Кейде мен уәде жаңа жоқ деп айта алмағанның кезінен көп адамға иә деп аламын да, өзім содан кейін ертең нетіп жүрем да, страдать етіп жүрем өзім. Түсінесіздер ме? Өте маңызды. Ондықтан менің 2 жыл қылып етке түсіп дайындаған продуктым, енді Алла қаласа, әуел Алланың көмегімен елге қызмет етеміз. Біздің ұранымыз, айтып отырмын ғой, халыққа құл сияқты қызмет ету, Аллаға құлшылық еткенмен тең деген біздің ұранымыз. Міне Мөлдір ханым отыр. Алла қаласа халықаралық адам капиталын дамыту орталығы деп аштық и бастап кеттік, Аллаға шүкір. Жалпы түсіндіңіздер ғой да, не айтайын дегенімді жалпы түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Бұны сақтап қоям, көрмеген адамдар қайтадан көрер. Тікелей эфирге де көп шықпайтынмын. Осылай тікелей эфирге шығу уақытты алатын нәрсе деп есептейтін. Қазір енді мен жүрегімді тыңдадым, айттым ғой сіздерге, салтанат, елге сабақ үйрететін тренер болатындай сенің қандай праваң бар деп. Сонымен өзіме жұмыс жасап, жүрегімді тыңдап, жүрегім маған рұқсат беріп жатыр. Енді айт саған, мен деп жүрген тренерлардың ар жақ бер жағында бір нәрсесінде аз, бір нәрсесінде көп әңгіме айтатын шығармыз. Бірақ енді өзімнің жолымды таптым, Аллаға шүкір. Бұл нәрседе біз командамызбен қызмет істейміз. Мөлдір ханым бар, Жалғасбек бар, Еркебұлан бар, қазір міне сеніп отқан командамда енді көп қыз-жігіттер. Оның ішінде осы 3 адам. Өле-өлгенше біз бірге боламыз деген сенім бар. Не күтсең сол болады дейді ғой. Мәке, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жақсы тема болды, достар. Өте өзім істеп жүрген дүние болған екен, сіздерге от души жақсы тема айттым. Барлық нәрседе сапа. Түсіндіңіздер ғой да? Ұйықтағанның өзінде, сен ұйықтай алмай жатқан бір сағаттың өзінде сен пайдалы нәрсе істеу да. Көрдіңіздер ме? Тамақ ішкен кезде дұрыстан осылай нәрсе істеу. Балаларды ойнатқан кезде де қалай ойнатасың соны. Қонаққа барған кезде де. Жазық қой, мен қонаққа бару деген файл ашық қой да, қағидаларыңа мысал допустим. Жазық қой, қонаққа барған кезде мен қалай барамын? Қонаққа барған кезде мен мынандай нәрсені істеймін, мынандай нәрсені істеймін деп сен не істейсің? Құр қонаққа барып келмей, ол қонаққа барып келуіңді керемет нәрсеге айналдыр. Сенің қонаққа барып келуің сол қонаққа барған адамды өмірлік досыңа айналдыру. Ол адамды максимум риза қылу. Ойлашы, барып шайын іштің, кеттің, бір 5000 теңгеңді бердің, магазиннен сатып алған бір пішене кәмпитіңді бердің де кеттің емес. Түсіндіңіздер ме? Барлық нәрседе сапаны арттыру керек. Айжан ханым, мен 9 бөлімді сабақ өттім, это бомба. Жалпы өте, бұл сабақты көріңіздер. Өте керемет сабақ. Мен оған айта аламын, себебі ол жерде гарантия беретін себебім. Ол жерде Аллахтың шын мәнде жетістікке жетудің жолы қандай, Аллах тағаланың көрсеткен жолдарынан алуға, зерттеп сол жақтан ұсынуға тырыстым да. Барлық нәрседе осылай сапаны көтеруге тырысыңыздар. Енді бірден бәрін алып, бірден бәрін істеймін деп стресске де түсіп кетпеңіздер. Сондықтан ақырын жасай беріңіздер. Тастап кеттің бе, қайта істе, жаз көп нәрсені. Жазып ал, қара, істе, орында. Тікелей эфиріміз жалпы етіп өшіп болмасын. Осылай жалпы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сонымен жаңа айтып атқан тікелей эфирге деп шықпай жүрмін деп, мен аудиториям тікелей эфирге де үйренбеген.
көбінесе пост саламыз, өйтеміз. Енді менен Алла қаласа беретін білімім, беретін құндылығым бір адам тыңдаса болды. Бір адам тыңдаса кемінде 10 адам алып келеді, 10 адамға таратады ол кісі. Себебі сенімен кім сөйлеседі, кім сенімен араласа бастайды, ол өзгере бастайды. Мысалы, кім менімен араласады, бітті, оның санасы үстің қап-қара болады, ұн тассаң үстің аппақ болады дейді ғой. Сол сияқты сенімен араласып, сенімен қол ұстасқан адам. Менің мақсатым сол. Менімен өмірде кездесіп, менімен амандасып, көшеде бір 5 минут әңгіме айтқан адамның өмір өзгере бастау керек. Ал ондай болу үшін негізгі ақиқатқа қарай ұмтылу керек та. Бір қолыңда Құран, бір оң қолыңда Құран, сол қолыңда дүнияуи білім болатын болса, өте керемет деп есептеймін. Жалпы ізденіп мен сол жақтан өзімді таптым. Енді ақиқатында мен тренингтерімде бір уағыз айту ондай емес. Бірақ негізгі концепция, негізгі рамка, біздің құндылықтар соған негізделеді. Ол рамкадан шығып кететін дүние бізге керек емес. Қағидаларымда бар. Мысалы, біздің қағидаға сай келмейтін, ислам шариғатына сай келмейтін проектілер, бизнестер, жобалар болса, біз алмаймыз деген сияқты. Енді қазір ораза айы болғаннан кейін, сол кезде болсын, осы 9 бөлім сабақта Аллахтың кәламын, жалпы біз діни нәрселерді көбірек деп айттым. Енді басы болғаннан кейін ашып. Ал енді алдағы уақытта енді олай көбірек айтпаймыз, бірақ астарында, негізгі шындығында сол жатады бәрібір. Не деген керемет жансыз, машаллах. Ойбай. Ойбай. Сіздің ойлағаныңыздан да қайырлы етсін. Мен жаман адаммын ғой. Түзелуге тырысып жүрміз деген сияқты. Сізге де рахмет, Мөлдір ханым. Сізге деген сенім өте көп. Алла қаласа. Өте жақсы идеялар келіп жатыр. Өте жақсы идеялар. Ақша табудың да көптеген жолдары келді. Карантин кезі керемет болды. Қазірдің өзінде әжептәуір ақша тауып жатырмыз, Аллаға шүкір. Оған да шүкір етейік. Жаңағы тренингтеріміз бар тегін. Одан кейін оны ақылысын алғысы келіп жазып жатқан адам бар. Оның сыртында өзімнің жұмыстарымда керемет болып жатыр. Күніне кәдімгідей 100-ден 1000 теңгеден ақшалар келіп жатыр. Бірақ бұл неден болып жатыр? Яғни Аллахтың мейірімі. Түсініп тұрсыздар ма? Карантин кезінен қарағанда кейбір нәрселер жақсы жүріп жатыр. Себебі карантин деген Аллахтың бұл сынағы, бір жағынан адамды өсіретін, өзін танитын нәрсесі. Мына күллі карантин жаңағы су сияқты ғой. Күллі мына Қазақстан шулап былық болып жатыр еді, мысалды, тұндыра қойда тұнды ғой. Енді көптеген адам тұну керек. Менің Мунира ханым деген серіктесім бүгін тікелей эфирдағы бір үзіндісін сақып қоямын, историяда көріңіздер, қызық өлтіреді. Сол кісінің өзі де айына 3 миллион теңге табады. Менің партнерім ол кісі. Айына 3 миллион теңге, кемінде 2,5 миллион айына табады. Ақша шәкірт оқытады, жұмысын жасайды, істей береді, енді ат сияқты жұмыс істейтін кісі да. Жаңағы сен даналық жолына түссең, саған лайықты адамдар жолығады дедің бе? Саған керек адамдар жолығады. Кереметі, сіздерге айтқан ғой. Саған керек адамдар жолығады. Ойлашы, кейде егер де сен даналық жолына түспесең, менің сабағымда айтқан концепция. Аллах Тағала саған керек емес адамдар жолықтырады. Командаңа бір құндылықтарыңа сай келмейтін, сені табысқа емес шығынға ұшырататын сондай адамдар жолығады. Ал даналық жолында керек адамдар. Ойлашы. Табыс дегеніміз керекті адамдардың кездесуі. Міне Мөлдір ханыммен мен жолықтық, мысал деймін да. Біз біріктік, әйгілі жұмыстар атқарамыз деген сияқты. Лайықты адамдар, бір-біріне лайықты адамдар жолығады екен. Мына Мунира ханым мен партнерімді әйгілі адам, Қазақстан бойынша денсаулық саласы таратамыз, оған мен сенімдімін, енді Алла қаласа. Сенген нәрсесіне ғана жетеді дейді ғой адам. Сол айтайын дегенім, жаңа не айтып аттым? Керек адамдар ғана саған жолығады деп жатырмын ғой, керек адамдар. Неге күліп атсыздар? Жақсы, қалайсыздар, амансыздар ма? Тікелей эфирге шыққан себебім, енді айтып отырмын ба, жаңа жүрегімді тыңдадым, жүрегіңнің түбіне терең бойла, онан тапқан шын асыл тастай көрме дейді ғой Абай. Сол сияқты жүрегімнің түбіне терең бойлаған кезде салтанат айт, адамдарға үйрет деген нәрсе көрді. Не көп, тренер көп деп айтып жатыр ғой. Бірақ үйрет айт деп. Міне Аллаға шүкір, міне соңғы 1,5 ай, 1 ай болды, ақырын айта бастадық. Шүкір, өте жақсы болып жатыр. Өте жақсы болып жатыр. Сондықтан керекті адамдар жолығады дегеніміз осы. Сіз тазарсаңыз, керекті адамдар жолығады. Ойлаңызшы.
Өмір сіздің сыртыңызда емес, кеше де айттым, ішіңізде екен ғой, ішімізде. Өзіңді жеңу, өзіңмен күрес деп елдің бәрі айтып жатыр ғой. Оның бәрі айтылған сөз болып қала береді. Сен ол сөзді де ұқпайсың. Неге ұқпайсың? Сен өзің тазармасаң. Когда өзің тазара бастайсың, сол кезде ұғасың да сол сөзді. Өзіңді жең деп Абай неге айтты? Сол кезде ұғады екенсің да, көрдіңіз ба? Ал өзіңді жеңу үшін ол бір-ақ жол бар, ол адам тазару керек. Сол кезде сенің батырлығың да оянады, ақындығың да оянады, білімің де оянады, қорқыныш та кетеді, бәрі келеді. Мына формула ғой, енді сабақтағылар біледі. Бірінші рухани байлық. Рухани байлыққа жұмыс жасаймыз. Чисто рухани байлық. Екінші жан дүние байлығы. Мен сабақта оны үйреттім. Жан дүние байлығы. Ойлаңыз, рухани мен жан дүние байлығының айырмашылығы бар. Үшінші білім байлығы. Білім байлығы деген білесіздер, мысалы сен қаржылыгер болсаң, қаржы саласын, өзіңнің мақсатың, арманың қай сала, сол салада дүнияви білім бар. Соны ізденесің. Биолог болсаң, биолог саласында ізденесің, программист болсаң, программистік білім аласың. Рухани байысың, жан дүние жағынан байысың. Осы үш байлық сенде байып, ішіңе байыған кезде, сенде бай боласың ғой, міне ішіңде байыған кезде. Сол кезде не болады? Төртінші байлық, материалдық байлық автоматты түрде келеді. Өзі сенің артыңнан қуалайды. Понимаете? Өзі. Мен сабақта айттым, Давлатов, Дональд Трамп деген кісілер. Бизнес ашайын десе, даналыққа түскен адамдар. Марғұлан аға сияқты. Өзі бір бизнеске ақша салып ашайын десе, өзінің ақшасын өзі жарата алмайды. Неге? Бір проекті жасайын дейтін болса, есіктің алдына ондаған банк, жүздеген кәсіпкер очередке тұрады да. Марғұлан аға, менің ақшамды алыңызшы, менің ақшаммен жасаңызшы деп. Нағыз кәсіпкер өз ақшасын пайдаланбайды. Көрдіңіздер ма? Міне, неге? Себебі ол кісінің тазалығы, ол кісінің даналығы, ол кісінің қолы тиген, ол кісімен серіктес бәрі болғысы келеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан үлкен кәсіпкерлер бизнесте өз ақшасын пайдаланбайды. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты жаңағы айтып отырмын ғой, маған айында, аптасында қаншама адамдар жазады. Салтанат, менің мынандай бизнесім бар. Енді біздікі миллиардтаған емес, миллиондар азды көпті. Мынанша миллионым бар. Жаңағы бір бауырымыз звондады, 20 миллион ақшам түседі осы айдың соңында. Не істеймін, қандай неге салайын, сәке давай істейік деген сияқты тірліктерін айтып жатыр. Мунира ханымның өзі сондай. Оның алдында қаншама массаж центрлері ұсынған. Соның ішінде жаңағы айтып отырмын, партнер. Қазақстанда номер 1 массажистпен партнер болдым. Бұған айтайын деп жатқан бір мақтаныш емес. Азды көпті өзіммен жұмыс жасағаннан кейін, айтып отырмын, Аллах тағала керекті адамдарды саған жолып тұрады да. Керек емес андай барып, сен барып арақ ішетін, сен темекі шегуге апарып, керек адамда саған керек. Яғни керек адам қашан келеді? Сен бара жатқан жеріңді білсең, сен әйгілі ақын болам, әйгілі тренер болам, әйгілі кәсіпкер болам, баратын нәрсеңе баратын, сенің мақсатың айқын болып соған бара жатсаң, тазарсаң болды. Тазару жолыңыз қандай дейді. Тазару жолы деген енді негізгісі құлшылық қой. Негізгісі тазарудың. Негізгісі құлшылық. Мен шыны керек, кәдімгідей айтып отырмын ғой, кәсіпте жаңағы бұдан инесін үйде жоғалтып, инемді үйдің сыртынан іздеп жүрген адамдардың бірі болғам, шыны керек. Қанша дүнияви білім алғанмен дүние қолға түсірмейді екен. Сен егер де рухани бай болмасаң, өзіңді тазартпасаң. Түсінесіздер ма? Мен оны жақында түсіндім, шыны керек. Сол кезде табыс, ақша, тазару деген бір болмайтын нәрсенің артында тұр екен да. Әкеңе күнделікті бір хат жолдау. Менің мына күндік стандарттарымда, енді мен заметкамда неде бар, көрсетіп жіберсем де болатын еді. Мысалы, күндік стандартында таңертең әйеліме, әкеме хат жолдау бар. Әке, қалайсыз, денсаулығыңыз қалай, жаным деген сияқты, әке тайым не болып жатыр деген қалың сұрақ. Күнделікті хат жолдаймын әкеме. Әйеліме, мысалы. Мен сені сүйемін, мынау енді білесіздер ғой. Мысалы да, стандарт күндік. Міне, осы ғана әрекет сені миллионер қылуы мүмкін да. Мен айтайын, соны сезіндім. Бірақ та постоянно тұрақты істелу керек та, тұрақты. Тамшы өзеннен үйрен деп жатырмын ғой, мен сіздерге сабақта айттым. Өзен сияқты сен аға бер, источник бола бастайсың. Бастау, өзеннің бастауы сияқты бола бастайсың. Ана таудың басынан бір бұлақ көрінсе, мына таудың басында тұрып, ана таудың басындағы бұлақты көре аласың. Неге? Өйткені ол бұлақтың айналасы жап-жасыл болады. Жап-жасыл, өзен, көл, құстар ұшып жүр, кигіз үй, қиқулаған, ойнап жүрген балалар. Шөлдеп тұрсың ба? Кебезен кеуіп тұрма? Барасында содан келіп барып, бұлаққа жүгіріп барып, сол ауылға барып, сен айран сүт ішіп, сол өзеннен су ішесің, шомыласың. Міне даналық жолы деген. Керек адам өзі іздеп келеді сізді.
Көрдіңіз ба? Керек ақшасын адамдар саған көтеріп өзі алып келеді. Міне рухани бай, білім байлығы, жан дүние байлығымен жұмыс жасасаң, міне төртінші дүнияуи байлық деген нәрсе өзі сенің артыңнан қуады екен, достар. Мен бір баймын, асып толып кеткен сияқты айтып жатқан жоқпын, түсінген нәрсемді айтып жатырмын. Мен как есть өмірде сол нәрселерді айтып жатырмын. Сондықтан достар, қаншауи дүнияуи білім алып, қаншама инвестор тартып, қаншама неткенмен де мен көп нәрседе ұрына бердім. Көп нәрседе дұрыс адамдармен серіктес бола алмадым. Сөйтіп берешек болып қалдым. Даже осындай тікелей эфирде отырғанда адамдар жазатын. Мысалы, қазірдің өзінде біраз адамдарға беретін дүниелерін беріп жатырмын. Кәдімгідей жазат, мынандай тікелей сабақ өтіп жатқанда келіп, Аллах тағала кәдімгідей сынады ғой. Через боль арқылы даналық жолына келдім да, достар. Саналы түрде келу бар, немесе через боль арқылы. Ойлашы. Тау мен тасқа басыңды соғып жүріп даналық жолына түсу бар да. Жылдаған уақытыңды құрт. Маған міне примерно 3 жыл уақыт кетті. 3 жыл страдания, 3 жыл азаптану. Ал енді мен шәкірттеріме үйретіп жатырмын. Зачем саған страдать? Саналы түрде осы жолға түсіңдер деп. Саналы түрде. Бұл сенің жылдаған өміріңді үнемдейді. Сондықтан айтам, даналық жолындағы шәкірт, ментор тауып алыңдар, ұстаз, өкіл тауып алыңдар деп жатырмын да. Өкіл тауып алыңдар. Кедей және бай адамдардың ерекшелігі туралы 100 ерекшелік зерттеп таптым. Соны үйретіп жатырмын қазір. 10.000 теңгелік мен 2-ші деңгейлі курсыма қазір адамдар қатысып жатыр ғой. 1-ші деңгей 9 бөлім миллионның білімін тегін ютубымда тұр қазір, мен телеграмда тегін. Жылайсыздар, ана сабақты кім түсінеді? Еңіреп тұр, жылап көреді оны түсінген адам. Сондықтан айтайын деп жатқаным, сіздерге даналық жолына через страдания деп отырмын ғой, қайғы, қасіретпен келгенше саналы түрде келу керек. Сондықтан мен мынандай басынан бір көрсеңіз осы тікелей эфирді диеке түсінесіз, мен сақтап қоям, міндетті түрде көріңіз, өкінбейсіз, Дидар мырза, өтініш сізден. И содан кейін менің инстаграмдағы сілтеме тұратын жерден кіріп, ютубқа кіріп, тегін менде 9 бөлім сабақ тұр, көріңіздер. Өте жақсы нетесіздер. Ол жерде мен өзімді көтермелеу емес, түсінесіз мен не айтып жатқанын. Енді қараңыз, даналық жолына түсу дегенде через страдания келіп жатырмыз ғой. Сен қаласаң да қаламасаң да осы жолға келесің. Қайғымен, қасіретпен немесе жылдаған уақытыңды көп сандалған сайыз болып сандалып жүріп келесің. Ал енді мен көптеген адамдардың уақытын үнемдеп, энергиясын, денсаулығын үнемдегім келеді да, міне тура баратын жол бар. Міне 10 жылда баратын нәрсеге 1 жылда барасаш, міне деп екі дүниеде сондай сауап алғым келеді да. Сондықтан негізгі миссиямыз айтып отқанымдай сол, шынымен де халыққа құлшылықты қызмет етіп, Аллахқа құлшылық еткенмен тең деп жатырмыз ғой. Айтайын дегенім, байлық деген, кәсіпкер болу, байып кету деген нәрсе, достар. Рухани білім, байлық, жан дүние байлығы, білім байлығы. Осы үшеу байыған кезде, міне болды. Үшіне 4-ші байлық өзі келеді. Міне осы формула просто. Міне осының өзі. Бұл 1-ші формула біздің сабақтағы. Біз 35 формула бердім, мен даналық жолына түсуге көмектесетін. Кім енді қалай практиковать етеді, сол ақырын сол жолға түседі, Алла қаласа. Біраз әңгіме айттық қой деймін. Сұрақтарыңыз болмаса аяқтайық, тікелей эфир өшіп қалар, ютубқа сақтап қояйын. Егер де ары қарай жалғастырайық десеңіздер, тағы бірнеше әңгіменің басын қозғап айтып берейін. Мен өшіріп қайтадан қосам, плюс қойыңыздар, қайтадан жалғастырсақ болады, достар. Жалғастырсақ болады. Плюс қойып жіберіңіздер, егер де тағы да бір кішкене жалғастырсақ, мен негізгі мына жерде мен ноутбуктан да даже көрсетейін, мен қандай формулалар негізгі сабақта айтылған. Тегін сабақтар тұр негізі ол. Плюс қойып жіберсеңіздер, бір Алла қаласа, 1 адам, 2 адам, 3 адам болсын, бола береді бізге. 1 адам болса болды, 1 рул ерге талайды. Менің миссиям сол ғой. 1 адамды өзгертсем, ол 1 ағаш, орман болады. Онда мен қайтадан кірем, немене де гипнозда тастадыңыз, жақсы мағынада сізді тыңдамасақ, басымыз ауырады, үйге қайынатам екеуміз тыңдаймыз, қайта 9 бөлімді қосып. 9 бөлім сабақты көріңіздерші, машалла, көріңіздер, достар.
Иншалла Қазақстанда бір жақсы компания ашылды. Халықаралық адам деген компания ашып жатырмыз енді. Бәрі соның дамытушысы, жеткізушісі, сол жердегі тренерлар сіздерсіздер, Алла қаласа. Қайтадан кіріңіздер, қайтадан шығып кетем де қайта кірем. Қайтадан кірем, мына сақтап.